Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, сіздермен бірге бір тамшы ой айдары. Бұл жолғы әңгіме былай болып тұр. Кеше мен бір орысша видео естідім. Ол видеоның негізі мағыналы шариғатқа мүлдем қатысы жоқ, бірақ негізі Құрандағы бір аятқа тамаша келеді екен. Сол әңгімемен бөлісе кетейін. Бір ауылда үлкен бір ақсақал болады. Ақсақалдың мықты бір аты болады ғой, айғыры. Сол айғыр жоғалып кетеді. Айғыр жоғалып кеткеннен кейін жаңағы ауылдың мықты ақсақалы, беделді азаматы болғаннан кейін ауылдың бәрі жиналып келіп ақсақалға айтады: "Ой, атыңыз жоғалып кетті. Енді қиын болған екен" деп. Енді көңіл басып айтып отыр ғой, қиын болған екен деп жатса, ақсақал айтады дейді: "Мүмкін" деп. Сонымен ертесінде жаңағы айғыры бір үйір жылқыны айдап қайтадан оралады ғой. Бір үйір жылқыны айдап келген айғырын көріп, көршілердің бәрі, жаңағы ауылдың бәрі жиналып, жаңағы ақсақалға келіп: "Ой, мынау қиын болды деп жатсақ, бұл оказывается берекелі болған екен ғой, мынаны қараңызшы, айғырыңыз барып қандай дүние алып келді" деп жатса, ақсақал айтады дейді: "Мүмкін" деп. Тағы да 1-2 күн өткеннен кейін сол айдап келген үйірдің ішінен бір атты мініп баласы аңға кетеді, жаңағы ақсақалдың. Сол аңда жүріп, аттан құлап аяғын сындырып алады. Тағы да ауыл жиналып келіп ақсақалға айтып отыр дейді: "Ай ақсақал, мынау анау үйір аттардың ішінде мынау балаңыздың аяғын сындырып алған анау аттардың келгелі берекелі болмады ғой. Мына балаңыз аяғын сындырып алды" деп жатса, ақсақал айтады дейді: "Мүмкін" деп. Тағы да біраз уақыт өткеннен кейін сол мемлекетте соғыс басталып, сол мемлекеттің патшасы бүткіл соғысқа жинайтын ер азаматтардың бәрін жинап, соны ауылға келіп, атқа мінетін жігіттердің бәрін алып кетеді. Ананың баласының аяғы сынып жатыр, соғысқа жарамайды. Жаңа ауылдың адамдары келіп: "Ана балаңның аяғын сындырып алған, жақсы болған екен ғой, соғысқа бармай қалды" деп жатса, ақсақал айтады дейді: "Мүмкін" деп. Бұдан шығатын ой ғой, сіздің өміріңіздегі болып жатқан бір келеңсіз жағдайлар сияқты болып көрінетін нәрселер хайырлы болуы мүмкін, ал бір күшті нәрсе болып көрініп жатқан нәрселер хайырсыз болуы мүмкін дейді да. Енді Құранда тура осындай аят бар да, сендер бір нәрсені жақсы көрулерің мүмкін, ол нәрсе сендерге хайырсыз, ал бір нәрсені сендер ұнатпауларың мүмкін, бірақ оның ар жағында хайыр бар деген Бақара сүресінде мағынасы осылай келетін аят бар. Осы бір тамаша оймен сіздермен бөліскім келген. Бұл да сіздерге кішкентай бір тамшы ой салар деген үміттемін.